Бүгінгі ашық ұйымдастырған іс-әрекеттің тақырыбы ұлттық құндылықтарымыз біздің байлығымыз. Мақсаты балаларды ұлттық киімдермен, ұлттық әшекей бұйымдармен таныстыра отырып, оларды құрметтеуге және салт-дәстүрлерімізді дәріптеуге тәрбиелеу. Ұйымдастырған іс-әрекетінде балалар мақ қимылды ойынын сандарды санап секіре жүріп, 5 түсті шеңберге өздерінің қалаулары бойынша бөлінді. 5 шеңберге бөлген мақсатым балаларға ойындар арқылы 5 білім дағдысы бойынша жұмыс жасату. Одан кейін ұйымдастырылған іс-әрекетке балалардың қызығушылығын арттыру мақсатында үстел үсті асық ойынын сұраққа жауап алу арқылы ұйымдастырдым. Келеме ойнағылары? Ойнағымыз келеді. Жалпы балалар, мынау не? Асық. Ол асық неден алынады? Малдан. Қандай жілігінен алынады? Асық жілігінен алынады. Олай болса есімде қазір үсті ойынын ойнататын боламын. Мына үстелден келе ғой, әлшер келе ғой. Кел. Мына асықты айналдырасыңдар. Айналдыра ғой, кел. Қандай түс шықты? Балалар көмектесін. Қызыл асық түсті, иә? Барып тұра ғой. Енді қызыл асықтың астында қандай сурет жасырылған екен айтайын. Осы тақия деген балалар не ол? Айтып бәрі ұлттық бас киім. Ода нелердің суреті бар? Келесі, сағадат келе ғой. Айналдыра ғой. Қандай түсті асық түсті? Айтайық? Бұл да ашық қызыл екен. Ашағынан. Қоя. Ал айтайық балалар. Ол не ұлттық деген? Ұлттық ыдыс. Онымен не істейміз ұлттық торсықпенен? Суғап. Дұрыс айтатын Марсел. Көк түсті, иә? Ашағына көк түсті. Ал айтайық. Не шықты, Айша? Не балалар көмектесейік? Не шықты? Ою шықты дейді, иә? Қандай ою білесіңдер ме? Қандай ою? Қошқар мүйіз. Ашау. Ал ненің суреті шықты? Не? Кәжекей. Бұл да балалар қандай киім? Дұрыс айтады. Ұлттық киім. Бұлда да ненің суреттері балалар? Ұлттық ою өрнектер бар екен. Ал енді тағы 2 асық бар екен. Қам назар келе ғой. Бәрімізде қатысамыз балалар. Басқасына. Ал көк та шағын. Мына бетіне көк асық та шағын. Кет, ашады. Ал айта, өзіңде білетін боларсың. Дұрыс, ұлттық аспап домбыра дейді. Ал балалар осы домбыраны қалай немен пайдаланамыз? Не үшін пайдаланамыз? Домбырамен ән айтамыз, өлең айтамыз. Тағы да? Не тартамыз? Дұрыс айтады екен, күй тартамыз, иә? Енді бір асық қалды. Асықты айналдыра ғой. Қандай түсті үсті? Қызыл, ашау, қызыл асықты ашау. Ал, не шықты? Ненің сурет шықты деп ойлайсыңдар? Қоржын дейді. Бұл балалар не қоржын деген? Жол сөмке, иә? Ерте заманда адамдар осы жол сөмкеге, яғни дорбаға нелерді салып жүреді деп айтатын едік. Жолға шыққанда? Торсығын, дұрыс айтасыңдар. Жолға азығын салып алып жүретін сол дорбасы екен. Рахмет. Енді зерттеуге де болады. Енді өнер орталығында нерде тапсырма балалар? Одан кейін қайшымен жұмыс істейміз? Мынау ойын бар. Оясында қайшыда абай ойыңызда балалар. Сосын қиып мына сәукелеге ойын. Көптағы тұрайсың. Енді балалар, бұл
Fırşı ortalığında ballar sizlerge ұлттық әшекейлер берілген. Иә, таныстыңдар ма? Апалар, әжелер, қыздар тарапынан ұлттық дұрыс. Шайымыз немесе сызамыз, иә? Түспейтін соңы да? Түспейтін екен. Рыстауықты, иә? Түспейтін екен. Ақтан жауып қоямыз, балалар. Екі қолмен жұмыс істейді. Өте дыстымыз, аштатын ыдыс. Мынау қазан. Мынау астабақ. Ал бұлардың бәрі бір сөзбен балалар. Нелер деп аталады? Нелер мыналар? Не мынау? Нелер мыналар? Қандай ыдыстар? Қазақтың ұлттық ыдыстары. Бұл ыдыстар бәрі неден жасалған балалар? Табақ, келсап, табақ мыналар ағаштан жасалған. Торсық теріден жасалады екен. Илеп теріден жасалады екен ертеде. Не табақ деді? Мынау неден жасалған? Айт ұстап. Айта тез. Мына ғасыр. Ол қолында ғасыр. Иә? Ағаштан жасалған. Сол қолында ғасыр. Тастан жасалған. Тастан жасалған ба? Ұстап көрші. Тас па балалар? Жоқ, неден жасалған? Темірден жасалған ғой, темірден. Темір қасық қой балалар, ұмытпаңдар, темір қасық. Қандай ою деп айтасың? Қошқар. Мына сіздердің үстемдегі әдемі қазақы киімдерде де міне ұлттық ою-өрнектер қарадыңдар ма? Өте тамаша. Мына кім бояп жатыр? Ал сені мынаны атай қойыңдар. Атай қойыңдар. Суреттерін атай қойыңдар. Кәжекей. Етік, дұрыс. Сапан, Айза. Ал, дұрыс. Көйлек. Бұлар нелер бір сөзбенен? Ұлттық киімдер. Ұлттық киімдер. Ода не бейнеленген бәрінде? Нелер бейнеленген? Оюлар. Айтайық, ою өрнектер бейнеленген екен. Өте жақсы. Дұрыс. Шайымыз немесе сызамыз, иә? Түспейтін соңы да? Түспейтін екен. Рыстауықты, иә? Түспейтін екен. Ақтан жауып қоямыз, балалар. Екі қолмен жұмыс істейді. Сары екен. Ол қандай ойым? Пиліп жапсырғанына қандай ойым? Қандай нәрсеге ұқсайды? Айтыңдаршы. Құстың несіне ұқсайды? Қанатына ұқсайды екен, иә? Естерінде болсын, бұл құс қанат оюы. Ал мына жері қошқар мүйіз ою екен. Өте тамаша, өте жақсы құрастырып қойыпсыңдар. Ал мына жердегі ұлттық жиһаздарды атай қояйық. Мынау не? Тапсырып қойсыңдар. Не мынау? Көрпе. Мынау бесік. Мынау кілем демейміз балалар. Ертедегі ұлттық төсеніштер ғой. Түскиіз, ұмытпаңдар, иә? Түскиіз, сырмақ, түскиіз. Киіз үйдің ішіне сандық, дұрыс, иә? Оған да жаңа ата-әжелеріміз жаңа киімдерін салып қойған сандыққа. Қазіргі кезде біздер сандыққа көп киім салмаймыз, иә? Қайдырып қоямыз? Шифонерлер киіп қоямыз, иә? Мынау асадал. Тағамды осы асадалда сақтаған. Қазіргі кезде біздер тамақты тоңазытқышта сақтаймыз, иә? Ертеде мына асадалға сақтаған екен. Кебежеге сақтаған екен. Естеріңе сақтап жүріңдер. Жарай. Мынау не балалар? Білезік. Айтайық. Білезік. Бұны кімдер тағады білезіктерді? Көбіне үйде.
әжелеріміз тағат, апалар тағат, әжелер тағат. Мынау балалар алқа, міне ұлттық оюмен өрнектелген алқа. Бұны қыздар тағат, ашып тағуға болады. Ал мынау сақина. Мынау балаларға арналған білезік. Ал мынау не? Мынау не? Айтып. Сырға. Не? Сырға. Бұны кімдер тағады? Қыздар, мамалар да тағат, әжелер де тағат. Ал мына суретті айтайық балалар. Бәріміз айтайық. Алқа. Білез. Шашбау, дұрыс. Сырға айтайық, Мейрамбек. Мынау Мейрамбек. Сақина. Бұлар бір сөзбен нелер дейміз балалар? Нелер дейміз? Иә. Дұрыс айтады Еркеназ, ұлттық әшекейлер дейді екенбіз. Ал балалар осы ұлттық әшекейлер ұстап тұрсыңдар банадан бері. Неден жасалған деп ойлайсыңдар? Неден жасалған? Темірден жасалған, яғни күміс металдардан. Сендер өздерің орталықтарға бөлініп, айтылған тапсырмалар бойынша барлығын жақсы орындадыңдар. Сіздерге көп рахмет айтамын. Бұның бәрі балалар біздің ұлттық құндылықтарымыз. Яғни ол ұлттық құндылықтардың бәрі осы біздің мынау не балалар? Киіз үйімізден орын алады екен. Мінекей, біз осы ұлттық құндылықтарымызды алдағы уақытта қадірлеп, қастерлей білуіміз керек. Ұлттық киімдерді басуға, лақтыруға болмайды. Міне бәрін әп-әсем болып үстерге киіп жүрсіңдер, апайлар да киіп жүр. Алдағы уақытта да осындай ұлттық киімдерімізді қастерлеп, киіп жүрейік. Ұлттық салт-дәстүрлерімізді ұмытпайық. Жарайды ма балалар? Бұлай болса сендерге уәде еткендей, жаңа ұлттық қоржында сыйлықтарым бар деп айттым ғой. Сол сыйлықтарды сендерге қыздарға бөлек, ұлдарға бөлек алып келдім, Қыздарға мына зергерлік жаңағы білезіктерім бар балы қыздар, мә. Бәріне де беремін. Қыздарға беремін. Şimdi сақинасымен бар. Қолдарына тағатын боласыңдар. Ашық ұйымдастырған іс-әрекетінің соңында қорытынды бөлімді қазақтың аударыспақ ұлттық ойынымен аяқтадым.